Дүниядағы ең үлкен кактус қай жерде өсетұғынын білесіз бе? Бұл сагуара кактусы. Ол тек арынан ақштың Аризона штаты һәм Мексиканың Сонора аймақларында өседі. Оның биіктігі 12 метрге шекем. Ең рекорды болса 14 метрге шекем болған. Пақалының диаметрі шамаменен 65 сантиметр. Тікендері болса 7 сантиметрге шекем ұзын болады. Сагуара орташа 150-200 жыл жасайды һәм оның өсуі жүдә әсем болады. Бұл кактус тек қана үлкен көлемі менен ажыралып қалмай, ал шөл тұрмысы үшін ахметлі жасау орны болып есапланады. Оның аймақларында құслар үй азалады, ал мейвелері болса шөл хайуанлары үшін азықлық дерегі есапланады. Кактус жылына бір мәрте жауынлы маусымде гүллейді. Сондай-ақ ол Америка низамлары менен де қорғалады. Сіз бұл мағлұматларды алдын естігенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырыңыз.